Сәлем достар, сіздермен бірге оқиғалар. Мен бүгін сіздерге «Незваный» фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып, лайк басып кетіңізші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал біз үшін үлкен қолдау. Барлығы Майя мен оның күйеуі Джейнді көрсетуден бастау алады. Жақында олардың балалары дүниеге келеді. Бұл оларды керемет бақытты етеді. Джейми шампан сатып алу үшін дереу дүкенге барады. Алайда оның жолында жергілікті бұзықтар пайда болады. Джеймс оларды қуып жібергісі келген, алайда олардың қайтатын ойлары жоқ. Джейми үйге кірген бойда бұзықтар оның артынша кіреді. Майя пышақты ұстайды, бірақ бұл банда басшысын шошытпайды. Керісінше ол Майяны мазақтайды. Олардың ойларын жүзеге асыруын полицияның сиренасы үзеді. Арада біраз уақыт өткен соң, олар Ирландияға көшуді ұйғарады. Сөйтсе Майяға әкесі мұра қалдырып кеткен екен. Майя күйеуінің қатты қуанғаны үшін сөгеді. Бір жағынан күйеуі енді олардың жеке үйлері болатынына сене алар емес. Үйге келгеннен кейін оларды не күтіп алады? Ол таңғажайып нәрсе көрсеткісі келеді. Ауладан келген олар қақпаның жанынан тағы бір шағын өткел жасалғанын байқады. Не олардың отбасы гоблиндерге шағын құрбан қалдыру дәстүрін ұстанатынын, және олар қазір осы үйде жалғыз тұратындықтан бұл дәстүрді жалғастыруы керегенін түсіндіреді. Өлмес алдын осы үйдің егесі Мэйв өзінің сәтсіздіктері осы дәстүрді ұстанбағаннан деп ойлаған екен. Оларға бұл оғаш көрінгенімен Май құрбандық жасайтынына уәде береді. Сосын олар дүкенге барады. Онда Майя шебермен байланысқа шығады. Бірақ олар көмектесе алмайтындарын айтады. Өйткені олардың жақын арада қолдары бос емес. Үйге қайтып келе жатқанда, олар құрылыс дүкенінің кірі бірнеше заттар сатып алғасын. Ерлі зайыптылар жергілікті барға барады. Мас Рори Джейнге әйелін жалғыз қалдырмау керектігін айтады. Олардың әңгімесін естіген не Рориді қуып жібереді, ал кейін гоблиндерге қандай құрбандық бердіңдер деп сұрайды. Майя құрбандық шалуды ұмытып кеткен екен. Не онда құрбандықты өзім жасайын дейді, алайда Майяға үйінде біреудің жүргені ұнамайды. Ал кейін сіз расымен де осы дәстүрді жалғастыру керек деген ертегіге сенесіз бе деп сұрайды. Әйел гоблиндердің біреуін тас қабырғаның ар жағынан көргенін мойындайды. Майя әлі сенбесе де құрбандық беруге уәде береді. Ал қаланың бір жерінде Рори итімен серуендеп жүргенде оны жоғалтып алады. Ал белгісіз бір фигураның оны тығылып бақылап отырғанын көреміз. Итті табуға тырысқан Рори орманға енеді. Кенеттен Рори қандайда бір сұлбаны байқайды. Ал жақынырақ барғанда оны әлгі тіршілік иесі өлтіріп тастайды. Жаңа күн атқанда ерлі зайыптыларды бірінші қабаттан шыққан қатты дыбыстан оянады. Бұл олардың үйлерін жөндеуге келген Уильян екен. Ерлі зайыптылар алдымен шатырды жөндеуді сұраса да, ол ас үйден бастауды жөн көрді. Ерлі зайыптылар дүкенге барады. Үйге қайтар жолда ерлі зайыптылар шіркеуге баруды шешеді. Әңгімеден кейін діни қызметкер Майевтың қабірін көрсетеді. Мұнда оның баласы жерленуі керек жерде баласы жоқ екенін көрген олар күдіктене бастайды. Оның баласы расымен де пневмониядан өлді ме деп. Үйге келе жатқан ерлі зайыптылар жолдың шетінде тұрған Нионы байқайды. Ол тұрғындардың Рори мен оның итін табуға тырысып жатқандарын айтады. Мэй оларға көмек керек пе деп сұрайды, бірақ не оған алаңдаудың қажеті жоқ екенін айтады. Олар үйлеріне оралғанда шеберлердің заңсыз затты шегіп отырғанын көреді. Джейн ұрыс шығарады, ал Майя ваннаға түсу үшін жоғарыға көтеріледі. Бөлмеге қараса, терезенің алдында отырған Ионды байқады. Біраз уақыттан кейін оған Ионның әкесі келіп, баласының енді бұндай істі қайтып қайталамайтынын айтады. Әңгімелесуді аяқтағаннан кейін Джейн жаттығуға кіріседі, ал Майя құрбандық берейін деп шешеді. Ол үйге барған бойда қақпа ашылып, қабырғаның ар жағындағы күлкінің дауысы естіледі. Жаңа күн келіп, Ион кездейсоқ терезені сындырып алады. Бақшада жұмыс істеп жүріп, Майя кенеттен иттің үрген дауысын естиді. Жоғалған Рориді тапқысы келген Майя орманға барады. Онда ит қызды кішкентай тас үйшікке алып келеді. Бірақ Майя онда түсуге батылы бармайды. Қайтар жолда терезенің сынғаны үшін әкесінен ұрыс естіп жылап отырған Ионды кездіреді. Оның әңгімесін тыңдап отырған Майя Ионды тыныштандыруға тырысады. Күйеуін ертіп, Майя орманға қайта оралады. Оның айтуынша кішкентай гоблиндер адамды көтеріп келесі бетке тасып апарған екен. Бірақ Джейми оның сөздеріне сенбей, барға қарай аттанады. Үйде жалғыз қалған Майя шудың дауысын сол бағытқа қарай барады. Сөйтсе, оның жүкті екенін білген гоблин оған келген екен. Майя гоблинді суретке түсіруге тырысады, бірақ үлгермей. Бірақ гоблин оған Ионның басы жатқан сөмкені қалдырып кетіпті. Ол бұл оқиғаны Джейнге айтып береді. Ол полиция шақырмауды өтінеді. Өйткені Ионды гоблиндер өлтіргеніне ешкім сенбейтін болады. Бір сағаттан кейін Уилан ұлының қайда екенін сұрап, олардың үйіне басып кіреді.
Джейми оларды өзім бір жақты етемін деп әйеліне басты жасыруды тапсырады. Майя терезеден шығады, оны Эслинг күтіп тұр екен. Қорқып кеткен Майя басты түсіріп алады, ал кейін гоблиндерден көмек сұрау үшін орманға жүгіреді. Джейми жатын бөлмеге тығылуға тырысады, бірақ онда оны Киллиан күтіп отыр екен. Екеуі арпалыса кетіп, ол тез жеңіліп қалады. Эслинг артқа аулаға шығады. Ол жерден Майяны байқап қалып бірден оған шабуылға ұмтылады. Бірақ осы сәтте орманнан жаппай гоблиндер тобы пайда болып Эслингті өлтіреді. Көлікті оталдырмақ болған Колдың ұлы да олардың қолынан құрбан болды. Джейн үйден шығып гоблиндерге шабуылдамақ болған. Алайда оны Майя тоқтатады. Гоблиндер бізге көмектесуге келді деп. Кенет Кол гоблиндерге қарсы оқ атады. Джеймс әйелін қорғау үшін оны денесімен жабады. Алайдан қайдан болғаны белгісіз ит пайда болып, Колдың қолына жармасады. Майя осы сәтті пайдаланып, оны өлтіріп тастайды. Келесі күні Майя көптен күткен баласын дүниеге әкеледі. Алайда гоблиндер балаларын кешегі көмектерінің өтемі ретінде ұрлап кетеді. Майя тас үйге қарай жүгіріп, ол жерден кәрі қызды тауып алады. Гоблиндер оны патшайым деп атайды екен. Майя бұның Мэйвтің жоғалып кеткен баласы екенін түсініп, баласын қайтаруды өтінеді. Бірақ әйел оның өтінішіне тек күледі. Ол басқа шарасы қалмай, оған шабуылдап өлтіріп тастайды. Бұл әрекет гоблиндерді таң қалдырады, және олардың барлығы Майяға жаңа патшайымға ретінде табына бастайды. Кейінірек Джейми баласының есігін алдында тауып алады. Ал бұл уақытта гоблиндер Майяны өздерінің жаңа патшасы ретінде тағайындап жатқан болатын. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар